Наполеон Хилл, Ойлан да байы. Бірінші тарау, сәттілік құпиясы. Қолыңыздағы кітаптың әр бөлімінде көп адамның қисапсыз баюына жол ашып, кәсібін өрге домалатуына ықпал еткен байлыққа жетудің құпиясы жайында баяндауға тырыстым. Бұл құпиялар туралы алғаш рет осыдан жарты ғасырдай бұрын қара жаяу біреуден емес, Эндрю Карнегидің өз аузынан естіген едім. Жүзі жылы, бірақ шау тартқан, қол шолтаңдық жасына қарамастан құпиясының қыр-сырын тігісін жатқыза әңгімелеп бергеннен кейін орындығының арқасына шалқая жайғасып айтқандарын түсінуге шамамның қаншалықты жеткенін аңғарғысы келді. Нені меңзеп тұрғанын ұққанымды байқаған Карнеги бұл құпияны білмей тағдыры қияметке айналған ерлер мен әйелдер қауымына жеткізіп, жер жаһанға тарату үшін өміріңнің 20 жылын сарп етуге даярсың ба деп сұрады. Мен дайын екенімді айттым және Карнеги мырзаның көмегімен берген уәдемді орындадым. Аталған кітап өмірдің әр саласында тәжірибе жүзінде екшеліп сыналған дәл осы құпия туралы болмақ. Карнеги мырза өзін байлыққа кенелткен осы сиқырлы формуланы қалай баюға болатынын мүлдем бейхабар. Ол жайында жүйелі ойлауға уақыты жоқ адамдар да білуге тиіс деген нық шешімге келген еді. Сонымен қатар ол осы құпияны әр саладағы адамдардың өмірлік тәжірибесін ескере отырып, іс жүзінде оң әсер етуге қабілетімнің жетеріне сенді. Карнеги мырза бұл құпияны орта мектептер мен қатар колледждерде де оқыту қажет деп санады. Оның ойынша барлығын дұрыс оқытар болсақ, бұл формула оқу жүйесін түп тамырымен өзгертіп білім алуға жұмсалатын уақытты кем дегенде 2 есеге дейін қысқартуға сеп болады. Сенім деген тарауда стиль деп аталатын алып корпорацияның таңғаларлық қалыптасу жолы туралы сөз етеміз. Аталмыш корпорацияның пайда болуына үлес қосқан жандарды мысал ете отырып, Карнеги мырза өзінің формуласын қабылдауға дайын әр адамға пайдасын тигізетінін дәлелдеп берді. Чарльз Шваб есімді жас жігіт осы құпияны қолдану арқылы қисапсыз байлық пен үлкен мүмкіндіктерге ие болды. Ол бұл формуланы іс жүзінде оңтайлы қолданып, өз дәулетін $600 миллион арттыра білген. Карнеги мырзаны білетін адамдарға кеңінен танымал болған бұл дерек аталмыш кітап арқылы оқырмандардың қандай табысқа жете алатыны туралы нақты жол көрсете алмақ. Ал мұндай жетістікке өзіңіздің не қалайтыныңызды нақты білген жағдайда ғана қол жеткізуге болады. Бұл құпияны өздерінің бас пайдасы үшін мыңдаған адам қолдана алды. Карнегидің ойлағаны да осы еді. Жұрт аталмыш құпияны байлыққа жетер жол ретінде қарап дүние жиса, ал кейбіреулері отбасында үйлесім орнату үшін сәтті қолдана білді. Қарапайым шіркеу қызметкерінің бірі оны тапқырлықпен іске жаратқаны соншалық жылына $75 мың кіріс түсіріп тұрған. Цинциннати қаласындағы Артур Наш есімді тігінші бұл формуланы құрдымға кеткелі тұрған бизнесін аяққа тұрғызу үшін қолданып көруге бекінген. Нәтижесінде оның бизнесі жанданып қана қоймай, үлкен көлемде табыс әкелген жемісті жобаға айналған. Наш мырза бұл дүниеден әлдеқашан өтіп кетсе де, оның бизнесі күн сайын өркендеп жатыр. Тәжірибенің жемісті болғаны соншалық, осы оқиға жайында мақтау мақалалар жарияланған газет-журнал журналистерінің өзіне $1 миллион пайда түсірген. Бұл құпияның құдіретін Техас штатындағы Даллас қаласының тұрғыны Стюарт Остин де байқап көрді.
оның құпияны сынап көруге қатты құмартқаны соншалық істеп жүрген жұмысын тастап, заң саласын зерттеуге кірісті. Остин табысқа жете алды ма? Бұл туралы да бөлімдердің бірінде кеңінен әңгімелейтін боламыз. Лассаль университетінің жарнама агенті қызметін атқарып жүрген университет ректоры Чаплиннің осы формуланы қолданып, Лассальды өңірдегі алдыңғы қатарлы университеттердің біріне айналдырғанның куәсі болған едім. Сіздерді ынтық қылған бұл құпия кітапта кемінде 100 мәрте айтылады. Дегенмен мәтінде ол жайында нақты анықтама жоқ. Менің ойымша құпияның қажет деп тапқан адамдар ақылына салып іздеп, өзіне керегін сүзіп алатын болса ғана құпияның берері көп болмақ. Кезінде Карнеги мырзаның құпияның бүге-шүгесіне тоқталмай барлығын тұспалдап қана маған жеткізіп отырғаны да сондықтан.